Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шейден компот жасалу түрін көрсететін боламын. Бұл жерде компотымыз шейден жасалған, бұл жерде компотымыз қайнатпайсыздар, буламайсыздар банкілерімізді. Ең оңай жолмен қалай жуу керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен бізге 2-3 килограмм шей қажет болады. Оны жақсылап жуып аламыз. Сабақтарынан осылай ажыратып, мұздай суға жақсылап жуып аламыз. Шейіміз өте жұмсақ болмау керек, біраз қатылау болу керек. Өйткені ыстық су құйған кезде шейіміз тұмсарып, былжырап кететін болады. Мінекей осындай үлкендікте болу керек. Енді банкілерімізге шейімізді жайғастыратын боламыз. Ең алдымен жайғастырмастан бұрын орамалымызды төсеп алдым. Өйткені қазір ыстық су құйғанда жылжып кетпес үшін. Енді таза тұрған банкамызды бір ғана шаямыз. Бар болғаны сол, банкамызды тек шаямыз, буламаймыз, қайнатпаймыз. Осылай бір ғана шайып қойып, шейімізді ішіне салатын боламыз. Енді шейлерімізді ішіне жайғастырамыз. Мен шейіні толтыра саламын банкіге. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады, жарты салсаңыздар болады, әлде толтырып салсаңыздар болады. Менің отбасым компоттың шейісі көп болғанын жақсы көреді. Сол үшін мен шейіні көбірек саламын. Бірінші ыдысымыз бітті, енді екінші ыдысымызға көштік. Осылай толтыра саламыз. Бұл арада мен суды қайнатуға қойып қойдым газға. Қазір ол қайнап жатыр. Қайнап, бұрқылдап қайнап тұрған ыстық суымызды осы салынған шейлердің үстінен құйып шығатын боламыз. Мінекей суымыз қайнады. Енді бір-бірлеп суымызды құйып шығатын боламыз. Жай ғана қақпағын осылай жауып қоямыз. Еш буламаймыз. Енді қақпаға жауылған банкілерімізді бір шетке алып, бетін қалың орамалмен жауып қоямыз. Қалың орамалмен 20-25 минутқа жауып қоятын боламыз. Енді біз қалған шейімізді қалай тазалау керектігін көрсететін боламын. Мінекей мынандай бізге бутылка қажет болады. Соқтың бутылкасы бұл жерде. Мына жердегі ортасына шейіні қойып, мына көрсетілген тесікке сүйегін шығаратын боламыз. Осылай пышақпен кесіп аламыз қақпағын. Мынадай турбочканың көмегімен шейінің сүйегінен ажырататын боламыз. Мен қысқа дайындық ретінде шейіні осылай тоңазытқышта сақтап қоямын. Мен сүйегімен сақтаймын. Осындай пакеттерге салып, тоңазытқыштарға сақтап қойсаңыздар болады. Менде 3 пакет шықты, осылай мен сақтап қоямын. Мінекей достар, біздің банкамыз 25 минуттай тұрды. Енді оның ішіндегі жартылай дайын болған компот суымызды алып бір ыдысқа босататын боламыз. Осындай қақпақтың көмегімен ішіндегі суын босатып аламыз. 3 банкадағы судың барлығын бір ыдысқа құямыз. Мінекей босатып алдық. Енді осы суымызды газға қойып, қайтадан қайнатып аламыз. Енді біз лимон қышқылын саламыз. Шай қасығымен жарты шай қасық, әр банкаға, 1 литр банкаға жарты шай қасық лимон қышқылын саламыз. Енді үстінен қайнаған суымызды қайтадан құйып шығамыз. Енді қақпақтарымызды қайта үстінен жауып шығамыз. Қақпақ жапқыштың көмегімен әр банкымызды жауып шығатын боламыз.
Банкамыздың жақсылап жабылған тексеру үшін осылай банкамызды төңкеріп тексеріп алатын боламыз. Мінекей достар, менде жақсылап жабылды. Осылай айналдыра жақсылап тексеріп алыңыздар. Жабылған банкаларымызды осылай төңкеріп, үстін қалың орамалмен әлде көрпемен жауып қойсаңыздар болады, таңға дейін. Осылай жауып қойыңыздар. Достар, егер видео сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.